Сәлем достар, сіздермен бірге емессіздер. Мына қазір сіздерге қалай казхски скачать ететінін көрсетемін. Казхски ол қызық атыс ойыны. Бұл әлемдердің бірінші орында тұр десек те болады. Оны әлем жүзі ойнайды. Қазір сіздерге қалай скачать ететінін көрсетемін. Осы сайтқа кіреміз. Мына осы сайтта описаниеда қалдырып кетемін. Төменде мына содан кейін қазір мына осындай мына ойын сіздер білетін шығарсыңдар. Осыны қалай скачать етеді. Бұл бірақ пират туралы, пиратский. Мына өзің білсін. Мысалы мега деген осыны скачать ететін жер бар. Төменде мен болсам торрентке басамыз. Сіздер торрентте басасыңдар. Төменде осы торренттің файл тұрады. Содан кейін нені ашасыңдар. Мынандай торрентті ашасыңдар, сөйтіп бүйтіп қоясыңдар да, апарасыңдар. Міне осы жерде апарасыңдар. Сөйтіп қоясыңдар, ана загрузка істейсіңдер. Ол бір 20 минуттан кейін загрузка бітеді. 20 минут сөйтіп немесе 20 минуттан көп загрузка болады. Мынау қазір міне осы загрузка болады сіздерде. Сөйтіп толып болғаннан кейін осыны ашасыңдар. Осыны ашасыңдар. Қазір мына балалар, енді осы загрузка толып болғаннан кейін ашамыз. Далее дегенді басамыз. Сөйтіп бізге осындай не беріледі. Міне осындай. Содан кейін біз біріншісін басамыз. Міне бұл сетубы да дегенді басамыз. Русский таңдаймыз. Бұл жерде қазақша ештеңе жоқ. Русский таңдаймыз. Сөйтіп мына жерде оқисың ба, өзің білесің. Сөйтіп мына далее деген басамыз. Өзің қалаған дискіңе саласың. Мысалы мен D дискіне салам. Далее деген басамыз. Сөйтіп қазір істейміз, русскийге қоямыз. Сөйтіп осыларды мына ештеңе істемейміз. Бұл жаққа далее деген тағы басамыз. Сөйтіп мына загрузканы күтеміз. Бұл енді ұзақ загрузка болады. Осы мен неге қоямын паузаға. Бұл ұзақ загрузка болады. Міне достар, мега толып болды. Бұл енді ұзақ болды. Енді қанша минуттегі білеймін, ұзақ болды. Қазір запуск деген птичка тұрарсын. Бүйтіп алып тастаймыз. Енді завершить деген басамыз. Мына осындай болып шығады бізде. Мына қазір осындай болып шығады. Қазір 2016 жылғы осындай болып шығады. Міне несі қазір осындай не рабочий столда тұратын ярлығым осындай. Міне ал енді қазір старт дегенді басып көреміз, ойнап. Достар, айтпақшы, менде